қауым, микробиология кафедрасына қош келдіңіздер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы анаэробты инфекциялардың қоздырғыштары, анаэробты инфекциялардың лабораториялық диагностика алгоритмі. Анаэробты инфекциялар бұларға бацилляция тұқымдастығына жататын кластридия туыстастығы, олардың ішінде кластридиум перфрингенс, нови, септикум, хистолитикум, газды гангренаның қоздырғышты, кластридиум ботулинум, ботулизм қоздырғышы және кластридиум титани сіреспе қоздырғыштары жатады. Бұлардың морфологиялық және тенториалдық қасиеттеріне келіп тоқтайтын болсақ, бұлардың барлығы кластридия жататын болғандықтан, барлығы спора түзетін бактерияларға жатады. Спора бұлардың споралардың ерекшелігі, спораның диаметрі таяқшадан үлкен болып келеді. Сондықтан бұларды кластридиялар деп атаймыз. Кластридия титани сіреспе қоздырғышына келетін болсақ, бұлардың споралары таяқшаның ұшында терминальды орналасады. Спора доп-домалақ, барабан таяқшалары сияқты болып келеді. Кластридиум перфрингенс. Перфрингенс бұл газды гангренаның қоздырғышы. Газды гангренаның қоздырғышының споралары таяқшада субтерминальды немесе терминальды орналасады. Шамалы сопақша болып келеді көлемі. Кластридиум ботулини. Бұл ботулизм қоздырғышы. Бұлардың споралы таяқшаның бір ұшында теннис ракеткасы тәрізді болып орналасады. Бұл қоздырғыштардың барлығының тенториалдық қасиеттеріне келетін болсақ, грамм оң, жағындыда ірі таяқша болып келеді. Газды гангренаға келетін болсақ, оларда капсуласы жоқ, талшығы жоқ, спора түзеді. Сіреспе қоздырғышына келетін болсақ, капсуласы жоқ, перитрих болып келеді. Ботулизмда капсула, талшық, споралары жоқ болып келеді. Жағындыда қарайтын болсақ, бұлардың барлығы ірі сіреспе қоздырғышы ірі терминалды орналасқан спорасын көреміз, күлгін түске боялады. Ботулизм қоздырғышы ракетка тәрізді болып көрінеді. Бұлар да грамм оң күлгін түсті болып көрінеді. Газды гангрена бұлар да грамм оң күлгін түстіге боялады. Субтерминальды және терминальды сопақша түрдегі спорасын көруімізге болады. Дақылдандыру әдісіне келетін болсақ, бұл үшеуінің де дақылдандыру әдісі бірде. Үшеуі де қатаң анаэробтар, оттегі жоқ жағдайда дақылдандырылады. Сондықтан бұларды өсіру үшін біз анаэробиоз жағдайын жасауымыз керек. Бірінші, анаэростат. Анаэростаттың жұмыс механизміне келетін болсақ, бұл арнайы көмірқышқыл газы қосылады баллонға. Көмірқышқыл газы дақылдандыру кезінде қосылады. Анаэростаттың ішіндегі оттегі ығыстырылып шығарылады. Ішінде міндетті түрі су құйылған ванночка болады. Ауаны ылғалдандырып, ішіндегі оттегіні тез ығыстырып шығару үшін. Сол газ баллонының көмегімен оттегін ығыстырып шығарамыз. Екінші, Фортнер табақшасы. Фортнер табақшасы немесе бұны биологиялық әдіс деп те атауымызға болады. Фортнер табақшасында біз қанытты немесе қанды агар құямыз, ортасын кесіп алып тастаймыз. Бір жақ шетіне аэробтарды, екінші жақ шетіне анаэробтарды дақылдандырамыз. Табақшаның жан-жағын тығыздап, парафинмен ертіп құйып, оттегі кірмейтіндей жағдай жасаймыз. Термостатқа қойғанда қан немесе қант тотығу-тотықсыздану реакциясын жылдамдатады. Бөлінген оттегімен бірінші күні аэробты бактериялар өседі. Ертеңіне оттегі таусылған кезде аэробтар өліп, анаэробты бактериялар өседі. Эксикатор ыдысы. Эксикатор ыдысында онда арнайы анаэробты жағдай жасайтын оттегіні өзіне сіңіретін адсорбенттер саламыз. Петри табақшасына егілген, себілген дақылдарды ішіне салып, эксикатор ыдысының ішіне қақпағымен ыдыстың арасына вазелин майын немесе парафин құйып, қақпағын нығыздап жауып, термостатта инкубация жасай аламыз.
Ең жиі қолданылатын кит-тороций ортасы. Кит-тороций ортасы сұйық орта болып саналады. Бұлардың ішіне 15% глюкоза қосылады. Қоректік ортаға жануарлардың пісірілген бауыр тіні қосылады. Жоғары жағына вазелин майы құйылады. Бұл кит-тороций ортасына себер алдында ортаны қыздырамыз. Қызған уақытта оттегі ығысып шығады. Ығысып шыққаннан кейін себінді жасап, жоғары жағына вазелин майын құямыз. Глюкоза тотығы-тотықсыздану реакциясын жылдамдатып, оттегінің бөлінуін жылдамдатады. Бөлінген оттегіні бауыр тіні өзіне сіңіріп алады. Ал вазелин майы қоршаған ортадан оттегіні енгізбейді. Келесі Вилсон-Блейердің ортасы, немесе жоғары бағанадағы агар болады. Бұлардың құрамында натрий сульфиті қосылады, сонымен қатар темір хлориді қосылады. Бұларға анаэробтарда себінді жасаған уақытта анаэробтар темірмен тотығы-тотықсыздану реакциясы жүретте қара түсті колониялар береді. Келесі Вилсон-Блейер виньон-виньяль түтікшесі. Виньон-виньяль түтікшесі, бұны жасау үшін кәдімгі пастель түтікшесін аламыз. Бір үшін қыздырып жабамыз. Қоректік ортаны балқытамыз. Суытып анаэробтарды дақылдандырып, шприцпен айдап, осы түтікшенің ішіне енгіземіз. Екінші жақ ұшына мақта тығып, анаэробтар оттегі кірмейтіндей жағдай жасаймыз. Газды гангренаның патогенділік факторларына келетін болсақ, олар ферментативтігі өте жоғары болып келеді. Токсиндер бөледі бірнеше: лецитиназа, коллагеназа, коагулаза, гиалурондаза, ДНКаза ферменттерін. Протеолитикалық белсенділігі өте жоғары. Олар көмірсуларды жоғары деңгейде ыдыратып газ бөледі. Ақуыздарды ыдыратады. Сол бөлінген газ және осы токсиндердің салдарынан газды гангрена өзінің уыттылығы өте жоғары некроз, тіндердің некрозын тудырады. Клиникалық көрінісіне келетін болсақ, газды гангрена бұлар споронозды инфекция болып келеді. Споронозды инфекция дегеніміз қоздырғыш негізінде Clostridium perfringens адам және жануарлардың ішегінің қалыпты микрофлорасы болады. Нәжіс арқылы қоршаған ортаға түседі. Қоршаған ортада спора түзіп бірнеше жыл өмір сүре алады. Сол ішінде Clostridium perfringens спорасы бар топырақ ашық жарақатқа түскен уақытта осы газды гангрена дамиды. Газды гангренаның құрғақ және ылғал түрлері болады. Құрғақ түрін қарайтын болсақ, бұларда анық шекарасы болады және кеуіп құрғақ күйде болады. Бұл көбінесе адам үсігеннен кейін пайда болуы мүмкін. Ылғалды гангрена. Ылғалды гангрена бұл жерде жаңағы айтып кеткендей протеолитикалық және сахаролитикалық қасиетінің салдарынан көмірсуларды ыдыратып, көптеген мөлшерде газ бөлініп, және токсиндердің салдарынан осындай ісу, крепитация, тіндердің некрозы пайда болады. Бұл өте тез дамиды. Емдеудің көбінесе қолданылатын жолы бұл хирургиялық жолмен емделеді. Антибиотиктер қолданады, антитоксикалық сарысу қолданады. Сіреспеге келетін болсақ, сіреспе бұл қанқа бұлшық еттердің тоникалық және клоникалық тырысулардың салдарынан дамитын ауру болып табылады. Бұлардың қоздырғышы газды гангрена сияқты споронозды инфекция болып табылады. Бұлардың қоздырғышы адамның және жануарлардың ішегінің қалыпты микрофлорасына жатады. Ашық жарақаттар немесе жануарлар тістеген уақытта, көп жағдайда аяққа шеге кірген уақытта, үй жағдайында пирсинг құлақ тесу кезінде, үй жағдайында босану кезінде, немесе тат басқан пышақпен қолды жарақаттағанда, немесе ота кезінде егер құрал жабдықтарда тат бар болатын болса,
Бұл қоздырғыш осы жарақат арқылы енеді. Бұлардың негізгі екі токсині болады. Экзотоксин болады. Экзотоксин екі компоненттен тұрады. Тетаноспазмин және тетанолизин деген екі компоненттен тұрады. Тетаноспазмин бұл жүйке жүйесіне әсер етіп, жүйке жүйесіндегі синапстардағы өту нерв жүйесінің нейромедиаторлардың шығуын тежейді. Соның салдарынан бұлшық еттердің құрысуы болады. Тетанолизинге келетін болсақ, бұл қанның құрамындағы эритроциттерді лизиске ұшыратады. Негізгі клиникалық белгілеріне келетін болсақ, сіреспеде бірінші мимикалық бұлшық еттердің тырысуы басталады. Сонан соң арқадағы бұлшық еттер тырысып, құрысып, тетаноспазм болуы мүмкін. Ботулизмге келетін болсақ, ботулизм бұл да анаэробты инфекцияға жатады. Бұл негізі тағамнан берілетін ең ауыр тағамдық токсика инфекция болып саналады. Негізгі бұлардың қоздырғышы үй жағдайында дайындалған консервалардан, шұжықтардан, үй жағдайында кептірілген балықтардан шығуы мүмкін. Патогенезіне келетін болсақ, ботулизмдердің бұл өте ауыр нейротоксин, гемоглютинин, токсикалық емес ақуыз компоненттерінен тұратын, өлім жітімі жоғары, өлімге көп жағдайда әкеп соғатын ақуызды нейротоксин бөліп шығарады. Патогенезіне келетін болсақ, негізінен қоздырғыш асқазан ішек жолына тағамдар арқылы түседі. Асқазан ішек жолдарынан токсин, нейротоксин қанға өтеді. Қаннан орталық жүйке жүйесінің жұлынының алдыңғы мүйізіне барады, одан орталық жүйке жүйесіне барады. Осы нейротоксин клиникасына келетін болсақ, ботулизм өте жылдам дамиды. Бұның уыттылығы неғұрлым жоғары болса, бұлардың инкубациялық жасырын кезеңі соғұрлым қысқа болып келеді. Интоксикация бірінші науқастар келгенде бас ауру, жүрек айну байқалады, құсу болады, іш өту болуы мүмкін. Сонымен қатар паралитикалық синдром байқалуы мүмкін. Орталық жүйке жүйесіне әсер ету салдарынан науқастарда аккомодация, диплопия, нистагм, көздің қитарлануы байқалады. Анаэробты инфекциялардың зерттеу алгоритміне келетін болсақ, бірінші алынатын зерттеу материалдары. Зерттеу материалы газды гангрена және сіреспе кезінде жарақаттан алынады. Таңу материалдарын тексеруге алуға болады. Ал ботулизм кезінде құсық немесе тағам қалдықтарын алып зерттеуге болады. Ең бірінші біз зерттеу әдісі бактериоскопиялық зерттеу әдісін жүргіземіз. Бұл кезде зерттеу материалынан жағынды жасап, грамм әдісімен бояп, микроскопта көреміз. Микроскопта ірі-ірі грамм оң спора түзетін таяқшаларды анықтауға болады. Бактериологиялық зерттеуге келетін болсақ, бактериологиялық зерттеу кезінде екі жолмен таза дақыл бөліп алуымызға болады. Ол Вейнберг және Цейслер әдістерімен таза дақыл бөлініп алынады. Ең бірінші жиі қолданатын кит-тороци ортасына себінді жасаймыз. Келесі күні кит-тороцияның колония сипатын көреміз. Егер анаэробты бактерия бар болатын болса, кит-тороци ортасында лайлану байқалады. Кит-тороцияның ары қарай себінді жасап, зерттей береміз. Биосынама жасауымызға болады. Биологиялық сынаманы теңіз шошқаларына жұқтыруға болады. Ал егер ботулизмнің нейротоксинін анықтайтын болсақ, бейтараптау реакциясын жасаймыз. Бейтараптау реакциясын ақ тышқандарға жасау арқылы токсиннің түрін анықтауымызға болады. Бұл инфекциялардың барлығын емдеу негізінен антибиотиктер қолдану арқылы емдейміз. Бұл ауруларды спецификалық профилактикасы, вакцинасы Қазақстанның күнтізбесінде жоқ, бірақ арнайы жер қазатын,
топырақпен жұмыс істейтін адамдарда біз вакцина қолданамыз. Сіреспеде жедел профилактика ретінде, мысалы үйде босану, шегеге кірген жағдайда сіреспеге қарсы антитоксикалық сары су қолдануымызға болады. Ботулизмді емдеген уақытта алғашқы 3 күнде антитоксикалық ботулизмге қарсы сары сумен емдеуімізге болады. Ал ботулизмнің арнайы профилактикасы жоқ. Тек қана жеке бастың гигиенасы, консерві дайындаған уақытта оларды дұрыс консервілеу арқылы сақтанамыз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.